Мәншүк үшін уақыттың минуттары пулеметтің тізбектеле атылған оқтарынан жиі де жылдам да зымырады. Бірақ Мәншүк пулеметтен неше оқ атылғанын абайламағандай, уақыттың да неше минуты өтіп жатқанын білген жоқ. Оның білгені пулеметтің замогіне бармағын батыра басып, үздіксіз ұшырған оқпен жау жақтан жан адамды қимылдатпау. Кейінгі жақтан ойнаған артиллерияның екпінінен бе, өз батальонының жауынгерлері жаудырған оқтан ба, Мәншүктің өз пулеметінен бүріккен оттан ба, бекінген бұйратынан жау бері жылжи алмады. «Маша», деді бір кезде Мәншүктің қасында жамбастап жүріп қызмет атқарған Терентий. «Екі ленталық ақ оғымыз қалды. Көршілерден сұра», деді Мәншүк бетін бұрмастан. «Олар жоқ. Қайда?» деді Мәншүк жалт қарап. Таң атқанын сонда ғана білген Мәншүк Терентийдің көңілсіз кескінмен жауап қатпастан алақанын жаза айнала шолған қолының ізін қуа жүгірген Мәншүктің көзінің қарашығына шағылысқан сурет жусап жатқан өліктер мен жаралылар. Қалай қараса да қадала алмай тайғанақтаған оның қарашығына маңайында тіршілік әрекеті бар ешкім кездеспеді. Кімге қараса да оның көргені не біржола қимылдан қалғандар, не қимылының бойында қалған ақтық сарқынын жауды өлтіруге, я жолдасын жақтауға емес, өз жарасының сыздауын қайтсем жеңем деп жанталасқандар. Көршілес пулеметтердің маңайында да осы көрініс. Екі пулеметте тырсылдарын доғарып, үндері өшкен. Ойына шынымен Терентий екеумізден басқа ешкім қалмағаны ма деген Мәншүк төңірегіне еңсесін көтере, тұрқын соза қарап еді. Сай-салаларда, бекіністер маңында жауға оқ жаудыру әрекетінде жүрген біраз адамды ұшыратты. Олардың аз-көбін қарауға мұршасы жоқ Мәншүк қанша болса да өз адамдарынан тірілері барын көңіліне тоқ санап, «Әкел қалған ленталарды», деді Терентийге. Ол екі лентаны берді. «Көрші пулеметтердің атылмаған оқтарын мұнда әкел», деді. Терентий жөнеле берді. Сол секундте жау жағының оқ бораны үдей түтеп кетті. Көрші пулемет паналаған тас Мәншүктен 10 шақты адымдай жер еді. Екі арасы панасыз жазық. Терентийді жұмсауы жұмсағанмен, жауған оқтың біреуі қағып кете ме деп толқыған сезіммен пулеметін ұстай бере жалт қараса, жасқанғанмен жан сауғалар жер жоқ дегендей Терентий тік тұрып кетіп барады екен. «Жат!» деп айқайлап қалды Мәншүк. Терентий сабырмен мойын бұра қарады да, «Қайда жатам?» дегендей қолын бір сілтеп кетіп бара жатқан тұрпатын өзгертпеді. Тағы да «жат» деген сөзді айта берген Мәншүктің аузы жаны айтып тыны айта алмай аға ашқан қалпы аңырайды да қалды. Сол секундте Терентийдің дәл аяғының астынан кеп түскен мина киіз үйдің орнындай аумақтың топырағын аспанға бұрқ еткізе түсірді. Бұрқыраған қою шаңның биіктігі 10-15 метр биіктікке көтерілді. Терентий қою шаңмен бірге аспанға ұшты ма, тірі ме, я өлі ме, я жаралы ма, оншасын Мәншүк білмеді. Мәншүк бәсеңдетуін күтейін деп жау жаққа көз қырын салса, біздің жақтың атуы әлсіреді ме, әлде жаралы жау жолбарыстай әдейі шапты да, бұйраттан бері беттеп, бір зор танк, оған ере бірнеше кішірек танктер, оларды паналай қаптаған жаяулар келе жатыр. Мәншүктің манадан бері босаған тамырлары тағы да тырсылдай қалды. Манадан қырғауға айналған тері тағы да шұбыра жөнелді. Манадан дағдылы соққан жүрегі тағы да аттай тулады. Енді ол Терентий жаққа қарағысы келмесе де қарады. Қарамасқа амалы қанша, жау қаптап келеді. Оқ жоқ, құрғақ қолмен кімге әлі келеді. Мәншүк жалт қараса шаң бәсеңдепті, бірақ Терентий жоқ, қайда ол?
Өлді деп жорыған Терентийді барып көруге, егер өлсе ар жағындағы пулеметтен оқ алып қайтуға Мәншүк еңбектей жөнелді. Ол әлі саябырланып бітпеген шаңның түбіне сүңги бергенде қармалаған қолына жып-жылы бірдеме былқ ете түсті. Шошып кеткен Мәншүк былқылдағанға тиген оң қолын тартып ап, шаңнан жасқанған көзін басқан сол қолын төмен түсіріп алдына қараса, белуарынан бөлінген адам кеудесінен шұбала шығып жатқан шиқ-қарын. Бөксе жақ жоқ, басына қараса Терентий. Өз денесіне екіге бөлінгендей, өз шиқ-қарны ақтарылып, жерге түскендей халге келген Мәншүк «Терешка» деп басын құшақтап ап еді, әлі жылуы кетпегенмен жаны жоқ бас тілге келе ме? Терентийдің жылдан аса бірге болған жандай жолдас Терентийдің отан соғысында 2 рет награда алған, 4 рет жараланған Терентийдің мынадай қазаға ұшырауы жас жүрегін елжіреткен Мәншүк оның бетіне бетін тақап дірілдеген дауыспен «Терешка» деп еңіреп қоя берді. Осы қалпында ол ұзақ жататын еді, егер сол жақ иығы ара шаққандай ду ете түспесе. Не болды деген оймен Мәншүк оң қолын омырауына тығып, суырып алса, саусақтары қып-қызыл қан. Бұл не деп ойлағанша болмай, арқасынан да жауырынының астынан жып-жылы бірдеме жорғалағанын сезген Мәншүк омырауын ашып жіберіп қараса, оқ бұғана мен топшысының аралығынан тиген. Арқасына қолын тықса, жауырын астының еті жалбырап тұр. Жаралы иығын қозғап көрсе, сүйегі аман сияқты. Жау жаққа қараса, жақындап қапты. Манағы зор танк жақындағанда тіпті зорайып кетіпті. Ұсақтары да үлкейіп кеткен сияқтанды. Танктердің де жаяулардың да оқ шашуы орасан. Орнынан атып тұрған Мәншүк көршілес пулеметтің қасынан бір жәшік оқты арқалай жүгіріп, өз пулеметіне қалай кеп жеткенін білмей қалды. Пулеметін ұстай алған Мәншүк нысанаға ең зор танкты меңзей, оқты жаудырып кеп жіберді. Зор танктың шімірікпей шүйгіп келе жатуына қайран қалған ол, тие ме тимей ме деп күдіктенді. Тимейді дейін десе, ол пулеметтен көздеп, бұтақта отырған көкекті атып түсіргені бар. Тиеді дейін десе, оқ дарымайтыны қалай. Сасқан белгісін дене әрекеттерінен сездірген Мәншүктің оң жақ құлағына «саспа қарындас» деген қазақша сөз сап ете қалды. Ол жалт қараса, кәдімгі Сүлейменов Ыбырайым, қолында ПТР. «Ой, аға» деген Мәншүктің көзінен жас ыршып кетті. «Жолбарыстан жүрегің шайлықты ма, қарындас?» деді Ыбырайым. «Жолбарыс қайдағы? Анау ше, немістердің Тигр деген танкын білмеймісің?» «Осы ма?» «Дәл өзі» деді Ыбырайым. Жолбарысты Мәншүктің естігені болмаса, көргені жоқ еді. Естуінше, оның мөлшері біздің Клим Ворошилов танкі тәрізді. Мына келе жатқан даудың түрі де Клим Ворошилов танкіне ұқсайды. Айырмасы бұл Клим Ворошиловтан сопақтау және тікшілдеу сияқты. Міне енді сол жолбарысты Мәншүктің өзі көруге тура келді. Жолбарыс жақындап қалды. Оның пулеметтен ағытқан оғын жолбарыстың шыбын шаққандай елер түрі жоқ. Не істерге білмей сасқан Мәншүктің жан-жағына алақтаған көзіне оң қанатында тасты бетке ұстай қолындағы ПТРін жолбарысқа безеп тұрған Ыбырайым ұшырай кетті. «Аға» деп қалды Мәншүк ышқынған дауыспен. «Ат!» «Нені?» деді Ыбырайым жымия қарап. «Неніңіз қалай?» деді Мәншүк бұл жөнсіз жымиюды жек көрген пішінмен. «Жолбарысты. Өз аңдарыңды сонарла, менде жұмысың болмасын». Танк тіпті таянып қалды. Оның пулеметтерінен бүріккен оқтары Мәншүкті тастың ығына еріксіз бұқтырды. Ол бұға беріп Ыбырайымға қараса, манағы қалпында әлі тұр. Шыдамы шыңдалып біткен Мәншүк
тағы да аға дейін деп еді, кескініне көзі түскен аузын алақанымен баса қойды. Жобасы ұқсағанына болмаса, бұл Ыбырайым бұрынғы көріп жүрген Ыбырайымы емес. Бұның бұрынғы күлкішіл, жұмсақ, майда кескінінің еті қазір түйір-түйір боп бұлшықтанып, толқынды судың бетіндей қимылдап кеткен. Бұрынғы қара сұр келбеті күреңденіп, лаулап жанған жалынның түсіне көшкен. Бұрынғы шүңіректеу көзі қазір сыртына теуіп, жауға атылатын минадай сүйрее қалған. Қырыстана тыжырынған беті етімен бірге кейін қарай керілген еріндерінің арасында пулемет лентасындағы оқтай тізілген жалпақ ұзын, сиректеу ақ тістерінен тасты тасқа үйкегендей шықыр естіледі. Түбі батыңқылау, тұмсығы көтеріңкілеу, шолақ мұрнының кең танауы дауылға ұшқан қаршығаның қанатындай желпілдейді. Бұрынғыдан әлденеше рет зор сияқтанған денесі қабанға ұмтылғалы жатқан жолбарыстай бүлкің-бүлкің етеді. Ыбырайымның бұл бейнесіне сүйсініп кеткен Мәншүктің бойын бұрын бүре басып тұрған қауіп енді сергіп кетті. Шым болаттан құйылған мылқау жолбарыс пен адамның жолбарысы жекпе-жек кездесті деп ойлады Мәншүк. Екеуінің қайсысы алар екен? Әжесі айтатын бір ертегіде жолбарыс пен айдаһар арбасып тұр екен. Сол жағдайда кез келген бір батыр арты не болуын күтіп тұрып қапыда жөтеліп қапты. Сол дыбыстан сескеніп, жолбарыс жалт қарағанда айдаһар оны орап алып сығып тастапты дейтін кеңес есінде жүретін. Мәншүк қапыда кетірермін деген оймен Ыбырайымға көз қиығымен ғана қарап, демін де еппен ақырын алды. Ерден де ердің қаупі бар дегендей, алдында ажал күткенін сезді ме, әлде теңкейген тасты кедергі көрді ме? Мәншүк ықтаған тасқа 4-5 қана адымдай жер қалғанда, мылқау жолбарыс сол жаққа қарай жалт бере бұрылды. Сол секундта Ыбырайымның мылтығынан гүрс ете түскен дауыс естілгенде, жолбарыстың арт жағынан жалын аралас қара қошқыл түтін будақтала бұрқ ете қалды. Бұл оның күйеуі ме, әлде солай түтіндете қалатын бірдемесі бар ма, оншасын Мәншүк аңдамады. Жолбарыстан будақтала бұрқыраған жалын мен түтіннің арасынан киімдері лаулап жанған фрицтер жанталаса шығып қашқанда, ат деген дауыс сап ете қалды. Мәншүктің құлағына әлгі дауыстың екпінімен қолы пулеметті ұстай алған Мәншүк кім екен деп қараса Ыбырайым. Бұл әлгінде көрген Ыбырайым емес, бұрынғы өзі білетін жайдары кескінді Ыбырайым. Ат деді тағы да Ыбырайым дағдылы сыпайы даусымен. Жалын жамыла жолбарыстан қашқан фрицтерді көздей Мәншүк пулеметтің замогын басып қап еді. Денесі дірілдеген пулемет сапылдап сөйлей жөнелді. Оның сөзі неміс оккупанттарына өлім. Осы сөзді Мәншүкке Ыбырайым да айтты. Бірақ Мәншүк бұл сөздің пулеметтікі ме, я Ыбырайымдікі ме екенін ажырата алмады. Ыбырайымның оғынан ба, басқаныкінен бе, жолбарыстың үйіріндегі өзге танктерде бұрқырап өртене бастады. Өртенбегендері өрт келе жатқанда ысылдай, бытырай қашқан ордалы жыландай жапа тармайғай жалт беріп, қақ жарыла екі бүйірге қарай беттеді. Осы кезде Мәншүктің пулеметінен бүркілген оқтан ба, басқа серіктерінің оғынан ба, жаудың шұбырған жаяулары танктерден бөлініп қалды. Командный пункттен қарағанда шабуыл я шегіну кездерінде де Мәншүк жаудың талай жусап қырылғанын көрген еді. Бірақ нақ осы жолғыдай оталғанын ол көрген емес. Сол сияқты жаудың талай шабуылын көре жүре, нақ осы жолғыдай жосықсыз жапырлап ұмтылғанын да көрген емес. Бұл жолы алдыңғы ұмтылушылары жусап, жығылып жатса, артқы жақтан жапа тармағай жүгірушілері үдеді де отырды.